Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа өрнек үйренетін боламыз. Мінекей, қараңыздаршы, қандай керемет тамаша. Оң беті осындай болса, теріс беті мінекей мынандай. Бұл өрнек өзі бар болғанда 2 қатардан тұрады және 3 көзден. Мінекей, анықтап көрсетейін, шамалы жақындатып, мінекей, көрдіңіздер қандай керемет тамаша, иә? Мінекей, мен мынау 2 қабат жіппен тоқылғасын ба, мынау өзі тығыз тоқылған. Сосын мынау жиегі, шеті деген көтеріліп тұр. Мінекей, негізі жұмсақ жіппен тоқу керек ол. Ал кетті ендеше осыны тоқып көрейік. Мен мына жерде 11 көз алдым және теріс жағынан барлық көздерді терісінен тоқып шықтым. Ал кеттік ал. Бисмиллахиррахманиррахим. Өрнегіміздің бірінші қатары, бірінші көзді іліп аламыз. Енді қараңыздар, мына жерде 3 көз. Мынау 3 көздің мынау 3-ші көзінен бастап мінекей бірінші осыны тоқимыз. Былайынан оң қылып. Содан кейін барып бірінші көзді тоқимыз. Оң қылып. Дәл осылай ұстап тұрамыз да, мынау бірінші мен екінші көзді алып, екеуін осы екеуін бірге алып, оң қылып тоқып жібереміз. Мінекей, сол кезде мінекей 3 көзден 3 шықты мінекей. Тағы бір қайталап жіберейік. Мынау 3-ші көзді мынау арт жағынан оң қылып тоқимыз. Содан кейін барып мына бірінші көзге қайттан келіп оны оң қылып тоқимыз. Дәл осылай ұстап тұрамыз да, мынау бірінші көзбен екінші көзді алып, осы екеуін мінекей, екеуін бірге оң қылып тоқимыз. Үшеуін босатып жібереміз. Тағы бір қайталап жіберейін. Арт жағынан мынау 3-ші көзді алып, бұны оң қылып тоқимыз. Сөйтеміз де мынау бірінші көзге келіп қайттан бұны оң қылып тоқимыз. Дәл осылай ұстап тұрамыз да, мынау бірінші көзбен екінші көзді алып, мінекей осы екеуін оң қылып тоқимыз. Сол білдекештен бәрін босатып жібереміз. Мінекей, өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Енді екінші қатар. Екінші қатарда біз барлық көздерді терісінен тоқып шығатын боламыз. Мінекей, бар болғаны осы 2 қатар ғана. Мінекей, өрнегіміздің екінші қатары аяқталды. Тек болса да өрнек көрініп келе жатыр. Тағы бір қайталап жіберейін. Мынау 3 көз. 3 көздің мына 3-ші көзінен бастап біз мынау теріс жағынан бұны бүйтіп осылайынан іліп алып, бұны оң қылып тоқимыз. Мінекей. Сөйтеміз де мынау бірінші көзге келіп қайттан бұны осыны оң қылып тоқып, дәл осылай ұстап тұрып, мынау бірінші мен екінші көзді аламыз. Сөйтеміз де екеуін бірге оң қылып тоқимыз. Мінекей, босатып жібердік. Мінекей, 3 көзден 3 шықты. Тағы бір қайталап жіберейік. 3-ші көзді алып, теріс жағынан біз оны оң қылып тоқимыз. Сөйтеміз де бірінші көзді қайттан келіп оң қылып тоқимыз. Сөйтеміз де мына бірінші мен екінші көзді алып, екеуін мінекей, екеуін бірге оң қылып тоқып жібереміз. Сол білдекештен босатып жібереміз. Тағы бір қайталап жіберейін. 3-ші көзді мына теріс жағынан алып, оң қылып тоқимыз. Бірінші көзге келіп қайттан бұны оң қылып тоқып, дәл осылай ұстап тұрып, бірінші мен екінші көзді алып, мінекей, екеуін бірге оң қылып тоқимыз. Мінекей. Соңғысы бір оң. Осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Дәл осылай ары қарай жалғастыра беретін боласыздар.
мінекей. Көрдіңіздер ғой. Тығыз тоқылады негізі өзі. Мен мына жіңішкеменде тоқып көрдім, мына бір тінменен. Мынау 2 тінменен. Көрдіңіздер ма? Соның өзінде де мынау бір тін болса да тығыз тоқылады екен. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.